Құрметті қазақстандықтар, бүгін мен Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заңының 9 бабына сәйкес Шымкент қаласына республикалық маңызы бар қала мәртебесін беру және облыс орталығын Түркістан қаласына көшіру туралы жарлыққа қол қойғалы отырмын. Бұдан былай бұл өңір Түркістан облысы деп аталатын болады. Бұл әкімшілік аумақтың құрылымға өзгеріс енгізу арқылы осы өңірдің өркендеуіне тың серпін беруді көздеген тарихи құжат болып саналады. Оңтүстік Қазақстан еліміздегі экономикалық, көлік, логистикалық, демографиялық әлеуеті зор аймақ. Биыл халқының саны миллионға жеткен Шымкент Қазақстандағы ең ірі 3 мегаполистің қатарына қосылды. Міне тәуелсіздік жылдарында Астана, екінші Шымкент, 2 миллионнан аса халқы бар қала пайда болды. Мұнда облыстағы өнеркәсіп өндірісінің 60% Шымкентте шоғырланған. Шаһар еліміздегі жетекші сауда, өнеркәсіп және мәдениет ошақтарының бірі болып саналатынын білеміз. Қаланың осындай мүмкіндіктерін ескеріп, бұған республикалық мәртебе беру жөнінде шешім қабылдадым. Ал облыс орталығы Түркістан қаласына көшіріледі. Қазақ хандығының ордасы болған әлі рухани тағылымы мол тарихты мекен. 20 ғасырдың басында қазақтың біртуар азаматтарының ел мүддесі үшін жүргізген саяси күресі де Түркістан атауымен тығыз байланысты болғанын білеміз. Шежірелі өлке мұсылмандар үшін де қасиетті болып саналады. Ел ішінде Мединеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет деген қанатты сөз айтылады. Сондай-ақ Түркістан бірлік бесігі, Түркістанға барсаң ісің оңға басады деген жақсы жоралы сөз бар. Бұл қала Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан үлкен өркениет орталығы, тарихи маңызы бар. Тек қазақ елінің ғана емес, бүкіл түркі жұртының зиярат жасайтын қастерлі орны. Оның рухани өмірінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің үлкен орны бар екенін білеміз. Тарихы терең Түркістанның туризм үшінде маңыздылығы ерекше. Қаланың 9 жолдың торабында орналасуы сыртқы және ішкі туристер мен жергілікті тұрғындар үшін өте қолайлы. Сондықтан Түркістан қай жағынан алсақ та облыс орталығы болуға әбден лайық. Уважаемые казахстанцы, на пороге 3-го десятилетия 21 века город Шымкент наряду с Астаной и Алматы вошел в число казахстанских городов с населением выше 1 миллиона человек. В связи с этим в стране будет 3 города с населением более 2 миллионов. 2 из них возникли за годы независимости за счет роста населения, урбанизации и так далее. В соответствии с пунктом номер 1 статьи 3 Закона об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан подписываем сегодня мной указ, закрепляет за Шымкентом статус города республиканское значение. В этом законе сказано, что города, достигшие миллионного рубежа, становятся городом центрального подчинения. Эта административная единица будет 17-м регионом нашей страны. Областным центром будет Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической, духовной жизни казахского ханства и всего тюркского мира. Туркестан располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций. Как я уже говорил, через Туркестан проходит автомагистраль Западный Китай, Западная Европа, железные дороги, газовые магистрали, водообеспечение, все это имеется. Поэтому принимаемое решение имеет важное историческое значение. Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий, интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но всего Центрально-Азиатского региона. Для этого есть все условия, необходимый потенциал. Здесь создаются новые производства, расширяется диверсификация экономики, развивается социально-культурная сфера. Уверен, что обретение республиканского статуса будет способствовать дальнейшему успешному продвижению Шымкента и откроет перед ним новые уникальные перспективы. Этот шаг придаст устойчивый импульс сбалансированному социально-экономическому развитию города и последовательному повышению качества жизни жителей всего региона. Появление и динамичный рост мощных конкурентоспособных мегаполисов – залог сильного Казахстана. Құрметті қазақстандықтар, осы жарлықтан туындайтын міндеттерді жүзеге асыру үшін
өкімет пен жаңа өңірлердің басшыларына мынадай тапсырма беремін. Құрылып жатқан аумақтарды дамыту үшін тез арада нақты іс-шаралардың жол картасын әзірлеу қажет. Жаңа әкімшілік аумақтың бірлік пайда болғанына дейін жақын арада тиісті заңнамалық актілерге түзетулер менен өзгерістер енгізу керек. Түркістанда жаңа әкімшілік ғимараттарын және оның тұрғын үйлерді салуды тез арада қолға алу қажет. На переходный период необходимо обеспечить работу бесперебойную всех территориальных подразделений центральных, местных государственных органов в городе Шымкенте. Там оно и есть, и акимат области, города сегодня есть в Шымкенте, и они будут продолжать работать до переезда, то есть до создания инфраструктуры и соответствующих зданий в городе Туркестан будут находиться в Шымкенте. Кроме того, поручаю принять соответствующие меры по дальнейшему развитию туристической отрасли в регионе. Поручаю акимам области города совместно с правительством всесторонне проанализировать все вышеуказанные вопросы и в кратчайшие сроки внести конкретные предложения. Начинаю церемонию подписания этого важного документа.